Армағадырменді көрермен, бүгін Шымкент қаласында әлемдік классик жазушы Уильям Шекспирдің «Гамлет» трагедиялық спектаклінің премьерасы өтіп жатыр. Бүгінгі премьераға келген халықтың қарасы қалың, сондай-ақ қазақ тілін үйренуге шет елден көрермендер келіп жатыр. Бүгінгі жастар театрының премьераның мақсаты жабылу маусымына қарай ұйымдастырылып отыр. Мен Украинадан келдім. Бұл спектакльден ерекше әсермен ұмытылмас эмоция күтемін. Театрларыңыз туралы бұған дейін жақсы пікірлер оқып, актерлеріңіздің өнерінде көрген болатынмын. Сондықтан бүгінгі қойылымда жоғары деңгейде өтіп, керемет әсер сыйлайды деп сенемін. Сахнада алғашқы сәттерден басталған психологиялық шиеленіс көрерменге бірден әсер етті. Дания ханзадасын тақ үшін тартысы, махаббат пен опасыздық хикаясы. Пьесаның мазмұны осы. Қойылым көрерменде адам болмаса, әділдік пен жауапкершілік туралы ойға жетелейді. Бұл бүгінгі қоғамның да өзекті мәселесі. Негізі өте керемет сезім, көрерменнің қошеметі, көрерменнің ықыласына бөлену дейтін. Өйткені біздер сол кісілер үшін, сол жандар үшін жұмыс жасаймыз. Өткеннен бері төккен, бір айдан бері төккен теріміз, аққан жасымыздың барлығы сол кісілердің қошеметімен бағаланады. Сол кісілер жақсы қошемет танытып, ізгі тілектерін айтып жатса, біз үшін өте үлкен керемет сезім болатын еді. Түбінде бір қартайып, мұна менше шаян қақса, кері қарай жылжисыз ғой ақыры. Ойыншы режиссер Қуандық Қасымов күрделі философиялық туындыны жаңа заманауи үлгіде ұсынған. Мұнда классикалық мәтін мен қазіргі заман психологиясы шебер тоғысқан. Әлемдік классикаға қазақ халқының дәстүрлі элементтері де сәтті кіріктірілген. Өлмек пе, қалмақ па? Осы сауал екіұдай. Сондықтан қалай күресу керек? Қалай қоғамменен жасап жатқан қылығына, былығына, шылығына, түгел бәріне қарсы тұру керек деген ниетпен жасалған сол торының ішіндегі ерекшелігі солда. Жас ұжымның жетістігі аз емес, республиканың ғана емес, шетел көрермендеріне танылып үлгерді. Таяуда Румынияның Тырговыш қаласында өткен 14-ші халықаралық Бейвол фестивалінде Шымкент жастар театры үздік қойылым номинациясымен бас жүлдені еншілеп қайтты. Театрдың биылғы маусымы Шекспирдің Гамлетімен аяқтаған жастардың келесі кезеңінде жоспары нақты. Саят Айдосов, Эльдар Жүсіпбеков, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтарынан.